Гвоздика, яғни қалампыр барлық ас үйден табуға болатын дәмдеуіш. Гвоздиканы ұнтақталған немесе тұтас күйінде барлық дүкеннен қолжетімді бағада табуға болады. Ежелден бері ерекше хош иісі бар күйдіргіш дәмдеуіштер тамақ дайындауда, медицинада, парфюмерияда өте көп қолданылған болатын. Ендеше сіздерге қалампырдың денсаулыққа қандай пайдасы немесе зияны бар екендігін сіздерге толық ашып айтып беретін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Қалампыр бүршіктері витаминдер мен биоактивті заттардың өте көп мөлшері бар. Мұнда А, Е, С, К, В тобының дәрумендері, сондай-ақ минералдар, магний, калий, натрий, мырыш, мыс, темір және эфир майлары өте көп кездеседі. Қалампырдың пайдасына тоқталатын болсақ, дәмдеуіштер дененің барлық жүйелеріне оң әсер етеді. Оның бактерицидтік қасиеттері бар. Саңырауқұлақтар мен вирустармен күреседі, токсиндерді кетіреді, жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын анальгетикалық және спазмодилитикалық әсер етеді. Қалампырдағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. К витамині гемопоэз қызметін, сондай-ақ бауырдың, өт қабының және бүйректің жұмысын жақсартады. В6 дәрумені есте сақтауды жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қант диабетінде маңызды рөл атқарады. Қалампырдың әйел адамдарға пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылған. Дәмдеуіш оттек циклін қалпына келтіреді, менопауза белгілерін жояды, предменструальдық синдромды жеңілдетеді. Бірақ жүкті әйелдерге дәмдеуішті қолдануға болмайды, өйткені дәмдеуіш жатырдың тонусын күшейтіп, немесе төтенше жағдайларда түсік түсіруге немесе мерзімнен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Простатиттің алдын алуға тамаша көмегін тигізеді, сонымен қатар ер адамдардағы қан қысымын тұрақты ұстауға көмек көрсетеді. Енді балаларға келіп тоқталатын болсақ, балалардағы қалампырдың пайдасы. 3 жасқа дейінгі балаларға қалампырды қолдануға мүлде болмайды, өйткені дәмдеуіш аллергия туғызуы мүмкін. Бірақ егде жастағы балалар үшін дәмдеуіш оның иммуномодуляторлық қасиеттері мен антипаразиттік әсері үшін пайдалы болып табылады. Енді қалампырдың зиянына тоқталатын болсақ, қалампыр қан қысымын жоғарылатуы мүмкін, сондықтан гипертониясы бар және жүрек тамыр жүйесінде ауыр бұзылулары бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Менструация кезінде дәмдеуіштерде қажет емес, өйткені оның құрамында белсенді заттар қанды жұмсартады, бұл қан кетудің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Ас қорыту проблемалы бар адамдар бұл дәмдеуішті сақтықпен қолданылуы керек. Яғни қалампыр тәбетті ашады, өйткені оның құрамында эфир майлары көп. Егер адамның асқазанының қышқылдығы төмен болса, қалампыр қолданылуға болады. Егер қышқылдылық жоғары болатын болса, онда дәмдеуішті пайдалануға болмайды. Қалампырдың медицинада өте сұранысқа ие. Асқазан ішек аурулары, панкреатит, қант диабеті, ауыз қуысының қабынуы, тері бөртпесі және де басқа проблемалар үшін тиімді болып табылады. Көптеген елдерде қалампырдың эфир майы, дәрілік заттар өндіруде қолданылады. Ауруды басатын, суық тиюге қарсы препараттарды өндіруде, стоматологиялық уақытша пломбаларды құрастыру бөлшегі ретінде кеңінен қолданылады. Қалампыр эфир майы 70% эвгенолдан тұрады. Бауыр циррозында тиімді екені қазірдің өзінде белгілі. Эвгенолдың қабынуға қарсы қасиеттері бар және бауырды бұзылудан қорғайды. Ол сондай-ақ остеопорозға қарсы күресте тиімділігін көрсетті. Сонымен қатар эвгенолдың микробқа қарсы әсері бар және күшті антиоксидант болып табылады. Яғни ол қатерлі ісіктерді тудырушы себептерді жойып, бос радикалдардың денесін тазартады. Сонымен қатар ол психоэмоционалдық жағдайды реттеуге, психикалық белсенділікті ынталандыруға қабілетті. Енді сіздерге қалампырдың дәмдеуіштің
ас үйде бәріміз пайдаланатынымыз белгілі, яғни оның мерзімі өткендігі, сапасы жақсы екендігін, қалай ажырату керек екендігін сіздерге айтайын. Бір стакан суға бір түйір қалампырды саламыз. Егер қалампыр көлденең түссе, онда оның мерзімі өткен немесе құрамында элементтер бұзылған, яғни сатып алуға, пайдалануға болмайды деген сөз. Егер де түйіршікті стакан суға салғанда түйірі бетіне қарап тік тұратын болса, онда ол мерзімі өтпеген, жеуге жарамды, қолдануға болады деген сөз. Бір қалампырдың бүршігін, яғни түйірін 1-2 минут шайнау арқылы ас қорытудың жұмысын жақсартуға, жағымсыз иісті кетіруге, стоматит пен қызыл иек ауруына көмектеседі деп қарастыруға болады. Қалампырды тұнба немесе қайнатпа ретінде қолдануға болады. Тұнба үшін 1 десерт қасық қалампырды 1 литр қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен жарты сағат өткеннен кейін тұнбаны сүзіп алып ем ретінде қолдануға болады. Енді қайнатпа үшін 1 шай қасық қалампырды 1 литр суға салып отқа қоясыз. Қайнауға жеткенде отын бәсеңдетіп 5 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып шыны ыдысқа құю керек. Сонан кейін барып ауыз қуысын шайшаңыз да немесе ішсеңіз де болады. Еміңіз ретінде пайдалана беруіңізге болады. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мл зәйтүн майы мен 10 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйып, емді тоңазытқышқа сақтап, кез келген жарақатқа, іріңді бөртпеге жағып қойсаңыз болады.